Қазақстандағы әскери орта білім беру мекемелерінің бірі Арыстан мамандандырылған лицейінің құрылғанына 15 жыл толды. Оқытудың және тәрбиелеудің жаңа әдістемелері, заманауи технологиялар мен әскери дайындық Арыстан лицейіндегі оқу процесінің негізгі бөлігі. Бұл білім ордасы еліміздің тыныштығы мен ұлт қауіпсіздігін қорғайтын болашақ мамандарға әскери саланың алғашқы дайындығын үйретеді. Мерейтойдан әріптесім баяндайды. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты ел тыныштығын күзетер, оғландар дайындайтын мекеме биыл өзінің 15 жылдығын атап өтуде. Осы уақыт ішінде оқу орны елдегі ең үздік білім ошақтарының біріне айналып, Қазақстан армиясы күштік құрылымдар мен мемлекеттік аппарат үшін болашақ офицерлерді даярлайтын маңызды алаңға айналып отыр. Я хочу поблагодарить наших учредителей, председателя попечительского совета за то, что они создали такой мощный, известный, благотворительный проект для малообеспеченных детей, из семей малообеспеченных и многодетных. У нас 45% вот таких ребят обучается. Қазақстанда әскери бағыттағы бірегей мектеп ашу бастамасын педагогика ғылымдарының докторы Динара Құлыбаева көтерген. Ал бұл жоба қамқоршылық кеңес төрағасы Тимур Құлыбаевтың қолдауымен жүзеге асқан. Бүгінде Арыстан лицейі Қазақстандағы ең беделді жалпы білім беретін оқу орындарының бірі. Айта кету керек, мұнда қазақстандық оқушылар үшін оқу тегін және ННИФ қоғамдық қорының қаражаты есебіне қаржыландырылады. Шынар Исаева да көзінің нұры болған, болашағынан үміт күткен ұлын осы мектепке сеніп тапсырыпты. Семьямызда бір бала, бір баламды мен қорықпай, республикамызға, Қазақстан отанына адал қызмет етсін деген мақсатпен алып келгенмін ең алғаш. Қазір міне ер жігіттік мінез қалыптасты, жігітке тән сөзінде тұрады, жауаптылық, мысал үшін көптеген ер азаматтың бойындағы әр қасиетті осы балам бойына сіңіріп берді лицей. Ұжымына үлкен алғыс. Осыдан бір жыл бұрын Арыстан мамандандырылған лицейінде кейбір қауіпсіздік және ұшқышсыз ұшу аппараттары кабинеті Тимур Құлыбаевтың халық қайырымдылық қорының қолдауымен ашылған болатын. Бұл лицеистердің практикалық дағдыларын қалыптастыруға және заманауи технологияларға қызығушылығын арттыруға бағытталған инженерлік әрі цифрлық білім беруді дамытудағы маңызды қадам. Бүгінгі мерекелік шара барысында курсанттар бүгінгі күнге дейін жинаған тәжірибелерін барша көрермен алдында паш етті. Мысалы, мен лицейге түспес бұрын мүлдем өлең айтпайтынмын, спортқа деген қызығушылығым жоқ болатын. Лицейге түскен соң мен түрлі ғылыми жобаларға қатысып, республикадан 3-ші орын алып келдім. Және де республикалық фестивальда жас сарбаз атты гран-при ұтып келдік мысалы. Осы лицей бізде негізі былай айтқанда адамның түрлі қырларын ашып, оны жетілдіреді. Яғни лицей ол бізде тек мектеп емес, ол өмір мектебі десек те болады. Мереке аясында лицей басшысы Мұрат Майкеев үздік оқушыларға естелік дипломдар табыстап, ұстаздар мен техникалық қызметкерлерді марапаттады. Лицей оқушылары дене дайындығының жоғары деңгейін және қоян қолтық ұрыс шеберлігін көрсетті. Сонымен қатар қонақтарға арналған концерттік бағдарлама ұсынылып, оның аясында батырлардың ерлігі туралы баяндалды. Музыкалық нөмірлер кезінде оқушыларға ұстаздар мен ата-аналар қосылып, ерекше атмосфера қалыптасты. Мерекелік бағдарламаны лицеистердің вальс аяқтап салтанатты шерумен қорытындылады. Алмас Тұяқбай, Мақсат Дәуренбеков, Атамекен бизнес.